Ақторғын, қызым, Анашым, жүр, тауықтарға жем шашып келейік. жарайды анашым. Анашым, бұл қандай құс? Қызым, бұл құс тауық деп аталады. Анашым, мынау не? Қызым, бұл тауықтың өнімі жұмыртқа. Жүре ғой қызым, мен саған құстың тағы бір түрін көрсетемін. Анашым, бұл кішкентай құс екен. Иә қызым, бұл құс бөдене деп аталады. Қызым, ал бұл кішкентай өнім бөдененің жұмыртқасы. Өзі кішкентай болғанмен құрамында натрий, калий, А дәрумендері бар. Олай болса, мен ертең балабақшаға барып, Жаңылсын апаймен мына екі жұмыртқамен тәжірибе жасайын деп тұр. Жақсы қызым. Сәлем достар. Бүгін біз қызықты тәжірибе алаңына баруға дайынсыңдар ма? Иә! Ал достар, бүгін біз тәжірибе алаңына келдік. Алдымен біз бөдене жұмыртқасына және тауық жұмыртқасына зерттеу жасаймыз. Тәжірибе жасау үшін бізге нелер керек? Екі стакан су, бөдененің жұмыртқасы, тұз, сірке су, бетперде, май шам керек. Сіріңке керек. Сіріңке керек. Бетперде, сірке суы, тұз, тауықтың жұмыртқасы, екі стакан су. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Алдымен міне стакан толтырған суға біз жұмыртқаны алып саламыз. Балалар, жұмыртқа судың түбінде тұр, е? Қараңдаршы балалар. Ал екінші стаканға 5 қасық тұз салайықшы. Енді былғалаймыз. Апай, судың түсі өзгеріп кетті. Әрине, оған біз тұз салдық, сондықтан судың түсі өзгереді. Оны былай тұзын ерітіп алдымен, содан кейін жұмыртқаны салып көреміз. Салып қарайық жұмыртқаны. Қандай? Балалар, екінші стакандағы су жұмыртқа судың бетінде қалқып тұр. Жаңылсын апай, неге жұмыртқа судың бетінде қалқып тұр? Суға тұз салған кезде Ақторғын, судың тығыздығы арттырылып, жұмыртқаның тығыздығынан көбейеді. Сондықтан міне жұмыртқа судың бетінде қалқып жүр. Балалар, келесі тәжірибемізді жасау үшін сақтық шараны қолдана отырып, бетпердені киіп аламыз. Балалар, келесі тәжірибеміз мына сірке суын менің рұқсатымсыз және ата-анаңыздың рұқсатынсыз сірке суын ұстауға болмайды. Түсінікті ме, жарай ма балалар? Иә. Ал мен бірінші сендерге көрсетейін. Сірке суын стаканға құйып, оған жұмыртқаны саламыз. Жаймен асықпай салыңыздар. Балалар, бұны негізі бір тәулік тұру керек. Сонда мына жұмыртқаның сырты ериді. Мен сендерге алдын ала міне жұмыртқаны сірке суына салып, дайындап алып келдім. Қане, салыстырып қарайықшы. Саған апай, аның сырты жұмсақ екен. Жұмсақ, е? Ал мынаның жұмыртқаның сырты, ұстап қараңдаршы, екі жұмыртқаны салыстырайық. Мынаның сырты қатты, мынаның сырты жұмсақ. Жұмсақ екен, е? Балалар, мына жарқырайтын жұмыртқа көргілерің келе ме? Иә. Жаңылсын апай, ол қалай жылтырайды? Қазір мен мына ұялы телефонның шамымен, жарығымен сендерге көрсетемін. Телефонның жарығын қосамыз, енді жұмыртқаны жарықтың үстіне қоямыз. Қараңдаршы, жарқырап тұр, е? Ішіндегі сары уызына дейін көрініп тұр. Қараңдаршы. Балалар, бүгінгі сендерге тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар балалар, олай болса, қош сау болыңыздар.